Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын, кез келген талқаннан жасалатын жент жасайтын боламын. Менің рецептіммен сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге осындай талқан қажет болады. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламын. Сары майды ертіп қолдансаңыз да болады. Мен сары майды ертпей осы күйінде қолдандым. Міне талқан мен сары май жақсы бір келкі болып осылай араласқаннан кейін, оның үстіне 5 ас қасықтай сгущенка құятын боламын. Және де оны да жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламын. Менде талқанның құрамында қант болғандықтан бұл жерде қантты қоспадым. Егер де сіздерде талқанның құрамында қант болмаса, онда қант қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін, осындай кекстің әдісіне талқанды салып, жақсылап басып, жұлдызша формасына келтіріп алдым. Егер де қолдарыңызда ешқандай форма болмаса, онда қолдың көмегімен дөңгелек пішінге немесе шопақша пішінге келтіріп алсаңыздар болады. Женттің барлығын осындай формаға келтіріп алғаннан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа салып, содан кейін барып дастарханға ұсындым. Осы рецептпен сіздер де жент жасап, алдағы келе жатқан 22 наурызда дастарханыңызға, яғни қонақтарыңызға ұсынсаңыз, немесе балаларыңызға жасап берсеңіз, сүйіп жейтін болады. Осы видеом сіздерге ұнаса, қазақша контентті қолдап, төменге пікір жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.